Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8 сынып Қазақстан тарихынан қазақ-жоңғар шайқастары туралы айтатын боламын, және осы тақырыптың соңындағы тапсырмаларды талдаймын. Сондықтан сіздер видеоны аяғына дейін көріңіздер. Сондай-ақ маған мотивация беріп, менің каналыма тіркеліп, тегін білім алып, осы видео ұнаса лайк басып, білмеген сұрақтарыңды, түсінбеген сұрақтарыңды қойып отыруларыңды сұраймын. Тақырып: қазақ-жоңғар шайқастары. Бұл сабақта жоңғар басқыншыларына қарсы тұрған хандар мен батырлардың ерлік істерімен танысамыз. Сондай-ақ қазақ халқы қиын қыстау уақытта тек өз күштеріне ғана үміт артып, бүкіл халықтың күш-жігерін жұмылдыру арқылы бұланты мен аңырақай шайқастарында жоңғарларға қарсы күресте жеңіске жеткендігі туралы білетін боламыз. Жоспар бойынша ұлт-азаттық күрестің жетекшілері және оған қатысушылар бұланты шайқасы, аңырақай шайқасы және билік үшін бақталас күрес және біртұтас халық майданының ыдырай бастауына тоқталамыз. 1723 жылы Севан Раптан басқарған жоңғарлар қазақ жерінің 3/2 бөлігін жаулап алды. Қазақтың басына қиын қыстау күн туды. Қазақ елі өзінің тәуелсіздігінен айырылып қалудың азақ алдында тұрды. Міне осы уақытта алтыбақан алауыз болып отырған хандар бірігудің қажет екендігін түсінді. Сөйтіп басқыншы жауға қарсы ұлт-азаттық күреске бүкіл халық болып көтерілді. Ірі әскери жасақтарды Әбілмәмбет, Барақ, Сәмеке, Әбілқайыр хандар ұйымдастырды. Ал ұлт-азаттық күреске идеялық жағынан басшылық жасауды, халықтың рухын көтеруді, жігерлендіруді қазақтың 300-ның аса көрнекті 3 биі Төле би, Қазбек би, Әйтеке би өз міндеттеріне алды. Басқыншыларға қарсы 300-дің ру тайпалары түгел қатынасты. Осы ру тайпалардан құралған дербес жасақтарды батырлар басқарды. Батырлар деп бізде қазақтарда қан майданда ерен ерлік көрсеткен адамдарға батыр атағы берілді. Осындай батырлар Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, Жасыбай, Есет, Малайсары, Жәнібек, Батырбаян, Олжабай, Қожаберген, Тайлақ, Бөлек, Саңырақ, Жабай, Бердіқожа, Жарылғап сияқты батырлар ерен ерліктің үлгілерін көрсетті. Жоңғар басқыншыларына қарсы қазақтың қыздары да шайқасқан. Мысалы, Абылай сұлтанның қызы Айтолқын, Бұланбай батырдың қызы Айбике, Қабанбай батырдың әйелі Гауқар және олардың қызы Назым да шайқасқа қатынасты. Мысалы, Айбике бұл күң ретінде жүріп, жоңғарлардан түрлі мәліметтерді елге жеткізіп отырған, ал Гауқар барлаушылар жасағын басқарған. Жоңғарларға қарсы күрескен батырларымыздың ерен еңбектерін біз Бұқар жыраудың, Тәтіқара, Қожаберген, Ақтанберді, Үмбетей жыраулардың шығармаларынан білеміз. 1726 жылы Ордабасында үлкен жиын өткізілді. Осы жиында жоңғарларға қарсы бас қолбасшылықты Әбілқайырға, ал бас Сардарбекті Бөгенбайға тапсырды. 1728 жылы Ұлытаудағы Бұланты өзенінің бойында Қарасиыр деген жерде қазақ жасақтары қалмақтар менен шайқасты. Қазақ жасақтарының саны 60 мыңға дейін жетті. Осында қазақ жасақтары қалмақтарды тас-талқан етіп жеңді. Сондықтан бұл жер қалмақ қырылған деген атау алды. Бұл жеңістің тарихи маңызы өте күшті болды. Себебі жоңғарлар жеңілмейді деген жалған аңыз жоққа шығарылды. Біріксе жоңғарларды жеңуге болатындығы туралы сенім қалыптасты. Қазақ халқының жоңғарларға ойсырата соққы берген тағы бір шайқасы бұл Аңырақай шайқасы болды. Аңырақай шайқасы 1730 жылы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Алакөл деген жерде болды. Бұл шайқаста Әбілқайыр басшылығымен 300-дің әскері қалмақтарға күйрете соққы берді. Бұл ұрыста Әбілмәмбет пенен Барақ сұлтандар да жеке жасақтарды басқарды. Бұл шайқастың Аңырақай деп аталуының себебі жеңілген қалмақтар аңырап еліне қарай босты. Мысалы, жоңғарлар Іле өзенін бойлап еліне қарай шегінді. Кіші жүз бен орта жүз жерлерінің көп бөлігі азат етілді. Қазақ жерін түгелдей азат етуге мүмкіндік туып тұрды.
Бірақ қазақ жері әлі де түгелдей азат етілген жоқ еді. Міне осы кезде Ұлы хан Болат хан өліп, оған тақ таласына талас қайта басталды. Тақ таласына үміткер Сәмеке мен Әбілқайыр хан еді негізі. Бірақ қазақ ақсүйектері ешқандай еңбегі елеусіз Әбілмәмбетті ұлы хан етіп тағайындады. Бұған өкпелеген Сәмеке өзінің әскерін орта жүзге, ал Әбілқайыр хан өзінің әскерін кіші жүзге алып кетті. Соның нәтижесінде жалпы қазақтық әскери жасақ аяқ астынан ыдырап шыға келді. Бұны білген жоңғарлар қайтадан қайтып келіп, Ұлы жүзді басып алды да, Ұлы жүз уақытша жоңғарларға бағынуға мәжбүр болды. Оларға аманат берді, жыл сайын алым-салық төлеп тұрды. Ал орта жүз болатын болса, жауға қарсы өздері жеке дара күресті. Ал кіші жүздің жағдайы тіпті қиын болды. Олар оңтүстігінде хиуалықтар менен түркмендер мен, батысында еділ қалмақтары, жайық қазақтары және солтүстік батысында башқұрттар менен қарым-қатынасы нашарлап шиеленісіп тұрды. Достар, мен сіздерге бірінші тапсырманың кестесін толтырып қойдым, қарап алыңыздар. Қосымша жазатын болсаңыздар, жазыңыздар. Сондай-ақ менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, тегін білім алыңыздар. Сау болыңыздар.